Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бауырым, атың кім болады? Асыл болады менің атым. Асыл, сен бір жағы дұрыс айтып жатсың, мыналардың бәрі қаптап жатыр. Қазір Талдықорғанның өзінде де кішкене квартира қымбаттап келе жатыр. Айдаладағы қала ғой, былай қарасаң. Иә. Сол қатты влиять етіп жатыр елдерге. Етеді ғой, етеді әрине оның бәрі. Я 60-70 мың тұратын квартиралардың қазір 100 бәленбайға шығып бара жатыр. Енді олар мына айлық өсіп жатқан жоқ қой, айлық. Ал пәтер, азық-түлік бәрі қымбаттап жатыр. Мен қолдап тұрмын бір жағы. Сен диверсант бірдеңелер түрмеден көп адамдар шығарды ғой қазір, бұлар мобилизация болып. Олар да қашып келу ғой, олардың да несі мысалы қашып келу мүмкін ғой оларда. Мүмкін, әрине. Ол қазір біздің полицияға жұмыс болады, бәрі қазір келеді, неше түрлі адамдар. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Сонда шекараны жаба алмаймыз ба, Асыл? Или ана кімнің өзі айтып жатыр? Ана би болған жігіттің ше? Иә. Тоже грамотный жақсы жігіт ол да. Жоқ, ана сенаттың спикері айтты ғой, жаппаймыз деді ғой, әзірше жаппаймыз деді ғой. Иә, жаппаймыз деді. Біз жабу құқығымыз жоқ деді. Иә. Енді ол жақта келісім шарттар бар шығар, халықаралық келісім шарттарға бағынады олар. Иә, бізге қарамайды ғой, бізді қайтқан керек. Әскерден қашып, жау тартқан адамдарды олар қайтадан сажып жіберу керек. Қандай жол, машина тасиды. Олардан бір анықтама болу керек қой, военкоматтан ба бірдеңеден анықтама болу керек қой. Жоқ, Асыл, менің айтайын дегенім бар ғой, сол шекарада тұрып не мобилизация жасамайды, аналардың бәрі жас жігіттер ғой, келіп жатқандардың бәрі. Отанын сатып қашып келіп жатқандар дейсің ғой. Сол шекарада тұрып мобилизация жасауға болады ғой. Бізге келсінші қазақ үшін жанын берейік шешін. Жоқ, алыстан іздемейік. Дайын не ғой анау мобилизация? Алейкум ассалам, алейкум, айтайын. Тура шекарада өңкей жас тұр. Бағана видеодан көрдім. Бір чал көрген жоқпын ананың ішінде мен. Иә, бәрі жастар. Болам. Енді қашып келіп жатыр. Біздің өзіміздің қарапайым халықтың қалтасына соғып жатыр. Соны үйлерді қымбаттатып жіберді. Оқушы мына оқып жүрген университетте оқуда, алыс жерде оқып жүрген балдардың қалтасына соғып жатыр.